Асық өкше қайықша буыны артикуляция тала калкана навикулярис буын беттері асық сүйегінің, қайықша сүйегінің және де өкше сүйегінің бір-біріне беттесуінің нәтижесінде құралған болып саналады. Дәл осы ретте буын басын асық сүйегі құрайды, ал буын ойысын қайықша сүйек және де өкше сүйегінің буын беттеріне қараған бетінен құралатын болып саналады. Буын беттері гиалинді шеміршекпен көмкерілген және де буын қапшығы қысқалау келген буын беттерінің жиектеріне өзара тартылып орналасқан болып саналады. Буын беттері бір-біріне сәйкес келген және де келесідей байламдармен бекітіледі. Біріншісі лигаментум тала навикулярис асық қайықша байламы. Жалпы бұл байлам бізде жалпақтау және қалыңдау болып келіп, асық сүйегі мойны мен қайықша сүйегінің аралығында өзара тартылып орналасқан байлам болып саналады. Одан кейінгі байлам лигаментум калкана навикулярис. Бұл асық өкше сүйегінің асықтық тірегі сюстентакулюм талийден бастау алатын болып саналады және де қайықша сүйегінің табандық бетіне барып бекиді. Негізгі сыртқы пішініне қарай бұл буын бізде шар тәрізді буынға жатады және де қозғалыс үшбіліктің бойында жүретін болып саналады. Келесі буын бұл бізде өкше текше буыны деп аталады. Артикуляция калкана кубоидум. Бұл буын біздегі беттеріне келетін болсақ, текше сүйегінің артқы беті фациес артикулярис постериор және өкше сүйегінің текшелік буын беті фациес артикулярисінің беттесуінің нәтижесінде құралған болып саналады және де буын беттері гиалинді шеміршекпен қапталған, буын қапшығы қысқалау келген және буын беттерінің жиектерінде өзара тартылып орналасқан болып саналады. Келесі байламдарына келетін болсақ, ал біріншіден табанның ұзын байламы лигаментум плантаре лонгум. Бұл өкше сүйегінің бұдырының төменгі бөлігінен бастау алатын болып саналады және алға қарай бағытталады. Екіге бөлінеді: беткей талшықтарына және терең талшықтарына. Соның ішіндегі беткей талшықтары сулькус осис кубоидейдан, яғни текше сүйегінің жүлгесінен асады да мына табан сүйектерінің проксимальды бөлігіне барып бекитін болып саналады. Ал тереңде орналасқан талшықтары бұл текше сүйегінің төменгі бетіне барып бекиді мына жерде. Одан кейінгі байлам бұл бізде табанның өкше текше байламы лигаментум калкана кубоидум плантаре деп аталады. Дәл осы жаңағы лигаментум плантаре лонгумның мына байламның астында жататын байлам болып саналады. Және бұл байлам бізде буын қапшығымен беттеседі және өкше сүйегі мен текше сүйегінің табандық бетінің аралығында орналасатын болып саналады. Негізгі қызметі буын беттерінің түр ерекшеліктеріне қарамастан қозғалыстың көлемі бізде шағындау болып келеді. Яғни бұл сагитальды біліктіктің бойында ғана ішке және де сыртқа қарай бұрылып қозғалу қызметін атқарады.